Жүктілік кезінде ұшақпен ұшуға болады ма? Қай апталарда? Гинеколог дәрігерден қандай құжаттар қажет? Сақтық шаралары қандай? Бүгінгі видеода міне осы туралы айтатын боламыз. Сәлем сұлу ханымдарым, сіздермен бірге акушер-гинеколог дәрігер Гүлімхан Мырзабекқызы. Жүктілік, гинекологиялық ауруларға байланысты маңызды ақпараттарды білгіңіз келсе, менің каналыма тіркеліп, колокольчикті басып кетуді ұмытпаңыздар. Ал өздеріңіздің қандай да бір сұрақтарыңыз болатын болса, комментарий бөліміне жаза кетіңіз. Мен міндетті түрде сіздің сұрағыңызға жауап беремін. Ең бірінші сұрағымыз біздің жүктілік кезінде ұшақпен ұшуға болады ма? Иә, ұшуға болады. Бірақ белгілі бір мерзім аралығында. Менің дәрігер ретінде сізге кеңесім жүктіліктің 8 аптасына дейін, егер мүмкіндік болса, ұшпауға тырысыңыз. Себебі бізде жүктіліктің 8 аптасына дейін осы болашақ баланың, ұрықтың өміріндегі ең маңызды процестер жүзеге асады. Ол ұрықтану, ұрықтанған жыныс жұмыртқасының жатыр қабырғасына келіп жабысу, яғни имплантация, органогенез дейміз. Ең маңызды ішкі органдардың дамуы, яғни жүйке жүйесінің, миының, жүрегінің. Сол себепті бұл уақытта ұшақпен ұшпаған дұрыс. Және де екіншісі ол жүктіліктің 36 аптасынан кейін. Себебі мезгілінен бұрын босану немесе босану қаупі болуына байланысты. Егер де сіздің жүктілігіңіз бір ұрықты жүктілік болатын болса, Қазақстанның ішінде жүктіліктің 36 аптасына дейін, ал шет елге 32, максимум 34 аптасына дейін ұшуға болады. Ал егер де сіздің жүктілігіңіз көп ұрықты, яғни егіз жүктілік болатын болса, онда жүктіліктің 32 аптасына дейін ғана ұшуға рұқсат. Көпшілік қыздар бізде отпускысын шетелде жоспарлап жатады. Декреттік демалысқа шыққаннан кейін шетелге ұшқысы келеді. Яғни біз декретті демалысқа 30 аптадан кейін шығамыз. Егер де сіз осы ұшатын белгілі бір шетел мемлекетіне билет алып қоятын болсаңыз, онда міндетті түрде сіз осы ұшатын датаңыздан 3-4 күн бұрын гинеколог дәрігерге келуіңіз керексіз. Яғни ұшаққа ұшуға рұқсат қағазын алу керексіз. Ол деген ВКК справка. Оны авиакомпаниялар ұшаққа отырғызу кезінде сізден талап етуі мүмкін. Гинеколог дәрігердің осы жүктілігіңіздің барлық анамнезіңізді қарап, жүктілігіңіз қалай болып жатыр, міне осы деректердің бәрін бағалай отырып, сізге ұшуға болады ма, немесе болмайды ма, мінекей осыны анықтайды. Егер сіздің жүктілігіңіздің бәрі жақсы болатын болса, сіздің ұшақпен ұшып қайтадан елге қайтатын уақытыңызда жүктіліктің срогі 36 аптадан аспайтын болса, онда міндетті түрде сізге осы рұқсат қағазды береді. Және де ұшатыннан 3-4 күн бұрын сіз міндетті түрде авиакомпанияға хабарласып, ережелерімен танысып шығыңыз. Сізге арнайы қандай құжаттар керек, немесе өзіңізге арнайы бір ережені сақтау керек пе деген сияқты міндетті түрде танысып шығу керек. ВКК справканы дәрігер сізге 1 немесе 2 күннің ішінде дайындап береді. Ұшу кезінде осы справканы көрсету арқылы сіз ұшақпен ұшуға мүмкіндігіңіз бар. Енді осы ұшақпен ұшу кезінде қандай сақтық шараларын жасау керек? Міне осы туралы айтайық. Ең біріншіден сіз киіміңіз және де аяқ киіміңіз ыңғайлы болсын. Себебі бізде ұшақта отырған кезде, яғни пространство дейміз, пространствоның аз болуына байланысты сіздің ішіңіздің көлемі үлкен болғандықтан ұзақ уақыт бір орында отыру кішкене қиындық туғызуы мүмкін. Регистрацияны өтіп жатқан кезде орынды міндетті түрде у прохода алуға тырысыңыз. Ал егер мүмкіндігіңіз болса, жүктілік кезінде бизнес класстан билет сатып алған дұрыс. Себебі бизнес класста біршама пространство үлкен, және де орындықтар жеке-жеке орналасқан, және де сізге жатуға, орындығыңызды көтеруге, сіздің комфортыңыз үшін өте ыңғайлы болады. Ұшаққа ұшу кезінде міндетті түрде өзіңізге кемінде 2-3 бутылка су алып алыңыз. Және де осы суды әр жарты сағат сайын аз-аз глотокпен дейміз ғой, солай ішіп отырыңыз. Сіздің ұшақта ұшу уақытыңыз 4-5 сағат немесе 6 сағатқа созылатын болса, әр жарты сағат сайын немесе 1 сағат сайын борттың ішінде жүруге рұқсат берілетін команда басталғаннан бастап, әр жарты сағат сайын орныңыздан тұрып, борттың ішінде ары-бері қозғалыс жасауға тырысыңыз. Міндетті түрде аяқ қолдарыңызды бүгіп, жазып, осындай қозғалыстар жасап тұру керек. Және де кез келген аптекадан сатып алуға болады, яғни эластичный бинт дейміз, немесе
немесе чулки, соны алып аяғыңызға киіп алғаныңыз дұрыс. Бинтті немесе чулкиді не үшін киюіміз керек? Жалпы жүктілік кезінде әйел адамның қаны қоюлап, ұюға тез бейім болады. Осының нәтижесінде сіз бір орында ұзақ уақыт отырған кезінде тромбоздың алдын алу үшін төменгі аяқтың, яғни тромбоз глубоких вен дейміз. Яғни сол осындай асқынудың алдын алу үшін міндетті түрде осы чулкиді кию керек. Осындай сақтық шараларын сақтап, жүктілігіңіз ағымы бір қалыпты жақсы өтіп жататын болса, жүктіліктің 36 аптасына дейін шет мемлекетке де немесе Қазақстанның ішінде де ұшуға толық мүмкіндігіңіз бар. Міндетті түрде өзіңіздің гинекологыңызбен ақылдасыңыз. Себебі егер де гинеколог сізге болмайды, ұшуға қарсы көрсетілім бар дейтін болса, онда дәрігеріңізді тыңдаған дұрыс. Кез келген жоспарыңызды немесе демалысыңызды кейін балаңызды босанып алған уақытқа жоспарласаңыз да болады. Ал менің сұлу ханымдарым, бүгінгі сіздерге арналған ақпаратсындай келесі видеоларды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, ал комментарий бөліміне өздеріңіздің сұрақтарыңызды жаза кетіңіздер. Мен сіздерге міндетті түрде жауап беремін.